Қарағұс тауық күрде. Бір кере биік таудағы қарағұстың ұясынан даңғылға бір жұмыртқа тығырып түседі. Оны бір ауыл яшаушысы жиып алады да, әкеліп бала тілеп жатқан тауықтың астына салады. Бір затта сезбеген тауық сосы жұмыртқады басқалармен қосып астына жиып алады, жылытып баслайды. Білген болғай еді, ол бұ не жұмыртқа екенін. Шипи шығарайым деп ятқан тауықтың ол зат есіне қайдан келсін? Тезден шипилер шығып басладылар. Олармен бірге қарағұс жұмыртқасынан оның баласы да шықты. Басқа шипилер ішінде қарағұс баласы бек түрлі еді. Түсімен, қарқарасының түзілісімен, басқалардан үлкенлігімен. Менің шипиім не үшін мінлі екен? Деп ойлайды ана тауық. Заман кете берді, қарағұс баласында қиынлықлар басландылар. Оның қанатлары, тырнақлары өсе берділер. Құс азбарында бұ ақиқаттылай да әлемет айван еді. Оның құжыр жүрісі қалтаң-қалтаң өтіп жүрген бәпилердің өзін күлдіретаған еді. Асты шоқияқ болып да қарағұс баласы қинала таған еді. Оның алығы бидай ашамаға деп яратылған жоқ екенін көрініп тұр еді. Тауықлар қонақлайтаған ағаштың үстінде ол өзін жығылмайым деп тегаран сылайтаған еді. Шипилерді үйретпеге заман келгенде қарағұс баласының янында да солайша солай деп мұңайды оның кедесі. Достар, өзін тауыққа санайтаған қарағұс әдемде язықлы көріністі тудырады. Солай ма? Сіз разысыз ба менің ойымман? Сондай хабарлар есткенде қалай сүйесің? Біреу барып тұрып, сосы сасық тауық кәтөктен қарағұсты тартып алып шығарып тұрып, ұшып үйреткенін, оға сен тауық. Йыллар кеттілер. Сосы өзін тауыққа санайтаған қарағұс сөйтіп тауық кедеште қалып, қартайып та өлегеді. Егер бір заман бір әлемет зат болмаған болса. Бір кере тауық кәтөктің жоғарында биік көкте ас ізлеп ұшып шыққан қарағұс ең семіз аңды алып ұшпаға оңланғанда, ол өзінің көзіне өзі ынанмай тоқтап қалды. Тауықлар арасында біздің таныс қарағұсымыз үлкен болып қыдырып жүреді. Ама тауықлар онан еш қорқпай еділер. Ол аз болса, қоразлар оны яз тауықлар янынан қуа еділер. Құслар патшасы қарағұстың янына қонды. Бәрі тауықлар да қорққанлықтан ян-яққа шашырап, тым-тырақай болғанын көріп, қарағұс баласы жерге иілді. Мені сол үлкен құс көріп қоймаға еді деп сескеніп, көзлерін ашпаға қорқып, «Не боласыз? Жіберіңізші мені юлдастарыма!» деп қышқырды. Ама ақылы үлкен қарағұс оны тырнақларымен қаптырып алды да биік көкке көтеріп алып кетті. Яз қарағұс оның тырнақлары арасынан босамаға да шалыспады. Ол болып тұрған іске көніп, яшауыман амалласа еді. Сол заман қарт қарағұс тырнақларын ашты да қарағұс баласын жіберіп қойды. Яз қарағұс ауада айланып, қанатларының құшынларын жойып, жоғардан ұшқан тастай болып төменге қарап ұшты. Бірден жылы ерден шыққан ауадың күшлі алауыман
толқыныман оның қанатлары яйылдылар. Ол жерге дымалап ұшу тоқтағанын сезді. Қайдайды бір белгісіз күш оны ауада ысылай еді. Ол тәуекел етіп көздерін ашты. Мажадан мажаға дейін жерді көрді. Яс қарағұс өзінің кішкенекей тауық кедешінде көрді. Ол оны алдын сау дүния деп ойлайтаған еді. Қарт қарағұс оға қалқып янасты. «Менің артымнан ұш», деді. Олар жуықта орналасқан таптаза Бияладай тау көліне янастылар. Яс қарағұс бірінші жол өзінің сүлдерін суда көрді. Ол жүрегін билеген сезімнен қатып қалды. Тауық туыл екенші, ол шынты қарағұс. Яс қарағұс өзінің кім екенін білгенде, оның тамағынан қарағұс қышқырығы сау ауаға яйылып шықты. Саулай даңғыл оның сесін қайтаралады. Ол алдын бірді бейтіп қышқырмаған. Неге десе, ол өзін әр заманда тауық етіп санаған. Сол затқа бірде шекленмеген. Қарт қарағұс ясқа қарап айтты: «Досым менің, мен өз құллығымды еттім. Енді бәрі затта сенің қолыңда. Қайтқын келе ме? Тауық кәтөгіңе тауық болып, яды биік көкте еркін ұшқан күшлі қанатлы құс болғың келе ме? Өзің сайла». Достар, егер ұшқарыдан қарағанда, тауық пен қарағұс бір-бірлеріне тысқы көріністермен құсап келеділер. Тауықлар да құслар, ама олар түрлі құслар. Олардың яшау мұрады, яшау жолы басқа. Тауықлардың яшауда мұратлары жоқ. Олар яшауларына разы болып, иелеріне бойсынып, бір затта түрлендірмей яшауларын озғарадылар. Қарағұстылар болса, өздеріне мұрат саладылар, сол мұратларға етпеге шалысадылар.